Баршаңызға сәлем, кино әлеміне қош келдіңіз. Кино басында христиан әскерлерін көрсетеді. Олар хрусталь тасты қайтыс болған маңызды адамның кеудесіне қойып, бірге қабірге көміп жатыр. Мыңдаған жылдардан кейін Лондонда ең ірі жер асты теміржол туннельдерін салуды көздейді. Жұмыс барысында құрылысшылар кресшілердің жерленген жерін тапты. Темза өзеніне жақын орналасқандықтан мазардың орындарының бір бөлігі суға батып кеткен. Сүйек қалдықтары Египеттегі соғыстарға қатысқан тамплиарларға тиесілі екенін анықтады. Туннельдерде жатқан тамплиарлардың қалдырған сырларын ашуды барлау агенттіктеріне тапсырды деп жаңалықтан хабарлайды. Ал археологтар тобының басында ежелгі құпияларды ашуға әйгілі ғалым әрі тарихшы Генри Джекил жүргізіп жатыр. Олар бұл жерде табылған әрбір детальды зерттей бастайды. Ол жақта крест жорықтарына қатысқан жауынгерлердің бейіттері табылды. Генри Джекил зынданды тексеріп, үлкен қабірдің есігіне тоқтайды. Сол уақытта ежелгі Мысыр ханшайымы Аманетті еске түсіреді. Мыңдаған жылдар бұрын ежелгі Мысырда перғауынның қызы әрі империяның көмекшісі және қамқоршысы Аманет кәмелеттік жасқа толған соң тақ мұрагері болғысы келеді. Алайда перғауынның басқа да күң әйелдері бар, сол бір күң әйелі босанып дүниеге ұл алып келді. Ал Аманет мұрагерлікке ие бола алмай қалады. Ол қызғаныш пен соқырлықтан өзіне көмек көрсету үшін хаос пен өлім құдайы Сетке жүгінеді. Сет оған өзінің билігін беру үшін ерекше қанжар сыйлайды, бірақ бұл оны қараңғы жолға итермелейді. Аманет құбыжық болып қайта туылды. Ол бірінші әкесін, сосын мұрагер інісін өлтіреді. Келісім бойынша олар патша мен патшайым болып бірге билік ету үшін өзінің сүйіктісін донор ретінде таңдайды. Бірақ рәсім аяқталған жоқ. Алайда перғауын адамдары келіп сатқындық, кісі өлтіру айыптарымен оны мумия таңғыштарына орап, Мысырдан алыс жерге тірідей көмеді. Қазіргі күн солтүстік Ирак, сержант Ник Мартон мен Крис Вайл бірге арнайы тапсырыспен Иракқа келген. Серіктестер барлау жұмыстарын жүргізу туралы командалық бұйрық бойынша картада көрсетілген жерге бару керек. Ник қазына алу үшін және табылған қазынаға 2 есе қымбат төлеуге келіскен Генриге өте қажет. Олар Ирактағы шөл далада қарулы сарбаздар тобынан жасырынып қашып бара жатқанда, ұшақтан лақтырылған зымырандар басып қалады. Ирак әскерлері қашып кетеді. Жарылыстар жердің үстіңгі қабатының құлауына алып келеді. Нәтижесінде құм астындағы жасырын үңгір пайда болады. Бұл үңгір ежелгі мысырлықтардың жерленген жері. Серіктестер командирге лаңкестерді тапқандарын сендіруге тырысады. Сондықтан олар барлау үшін белгіленген жерден 100 шақырым жерде болды. Ашуланған Дженни келіп, Никтің бетінен шапалақпен ұрады. Белгілі болғанда Ник қонақ үйде бірге түнеп координаттары бар картаны ұрлап кеткен. Дженни бұл олжаны зерттеп, Иракта жасырылған Мысыр қабірінің бар екеніне таң қалды. Оның мазмұны миллиондаған фунт стерлингке бағалануы мүмкін. Капитан үшеуіне сол үңгірге түсуін бұйырады. Үшеуі үңгірге түсуге аттанады. Олар төбеден сынап тамшылап жатқанын көреді. Бұл ежелгі мысырлықтардың сенімі бойынша зұлым рухтарды әлсіретеді. Олар сынапқа толы құдықты тауып алады. Оның айналасында мысырлық күзет мүсіндері мен салттық ескерту тосқауылдары орнатып, сынап көлінің тереңдігіне шынжырлар тартылған. Егжей-тегжейлерді көрген Дженни өзінің болжамында қателеспегенін түсінді. Бірақ үңгір қабір емес, ежелгі зұлымдықтар түрмесі. Күтпеген жерден командир Вайлды рация арқылы шақырады. Вайл жоғарыға қайтуын айтып Дженнимен дауласып жатқанда, Ник кабельдік жүйені анықтап, тапаншамен атқанда механизм қозғалып, саркофагты сынап құдығынан шығарады. Дәл осы уақытта үңгірден қаптаған өрмекшілер пайда болады. Ник сынап құдығынан шығып келе жатқан мүсінге таңдана қарап тұрғанда, оның көзіне елес болып, ежелгі Мысыр Аманет құрғақ шөл далада аңдып жүргені, оның қасына жақындап сүйіп, таңдауын деп атағаны көрінеді. Ежелгі қарғысқа ұшыраған мумияны сынақ құдығынан алып шығады. Ник пен командалары мысырлық саркофагты ұшаққа байлап, Ирактан ұшып кетеді. Кенеттен құмды дауыл келе жатыр. Олар ұшақтан түсіп, мысырлық саркофаг пен өз командасымен тік ұшаққа мінеді. Ұшу кезінде Вайл өзін нашар сезінеді. Дженни ежелгі мысырлық саркофагты ынтамен зерттеп жатқанда, Никтің көзіне Аманет қайта елестейді. Ол оны жатқызып пышақпен өлтіргелі тұрған жерінен Ник есін жинап таң қалады. Ник Вайлдың біртүрлі болып тұрғанын байқайды.
Ол саркофагты ашқысы келіп тұр. Оны тоқтатуға тырысқан командир Вайлға жақындап, не істеп тұрсың дегенде, Вайл бәрінің көзінше командирді пышақтап өлтіреді. Вайлдың жүзі зомбиге ұқсап кеткен. Ол экипаждағы қалған адамдарға шабуыл жасайды. Қорыққан Ник досын атып тастайды. Кенеттен турбинаның зақымдануына байланысты ұшақ құлай бастайды. Ұшақтағы кабинаның әйнегі сынып, үлкен қарғалар ұшаққа шабуыл жасап, барлығын өлтіріп, ұшақтың құлауына әкеліп соқты. Ұшақтың қысымы төмендей бастады. Ник Дженниге парашютті беріп, оны бортқа итеріп жібереді. Ал өзі ұшақтың ішінде қалды. Ұшақтың ішіндегі барлық адамдар, тіпті Никте қаза болды. Дженни мәйітханаға қайтыс болғандардың денесін анықтау үшін барады. Ал мәйітхана ішінде оралған мәйіттің бірі Ник тірі болып шықты. Ол үстіндегі пакетті жыртып айналасына қарап, аяқ саусағынан өлген адамның белгісіз деп жазылған қағазды көреді. Кенеттен ол Вайлды көреді. Ол өлген адамға ұқсайтыны анық. Не болып жатқанын түсінбеген Ник досының сөзін тыңдауға тырысады. Сен өлмегеніңе өкінесің дейді. Дәл осы уақытта мәйітхана ішіне жеке басын анықтауға Дженни мен 2 дәрігер кіріп келеді. Олар жалаңаш тірі адамды көреді. Іздестіру тобы құлаған тікұшаққа келеді. Тікұшақ апатының іздерін зерттеп жүріп, олар ерекше бір көне саркофагты табады. Саркофаг ою-өрнектер мен күрделі жұмбақ символдармен безендірілген. Ол саркофагқа жақындап қарағанда, ол ескірген, бірақ ерекше күшке толы екенін аңғарады. Бұл күш тірі ағзалардың өмірін сорып, олардың қуатын сарқып, адами қасиеттерге ие болады. Ник пен Дженни кездесіп, оның қалай аман қалғанын талқылайды. Бірақ сол уақытта Вайлдың елесі оны мазалауын тоқтатпайды. Дженни Никке ежелгі Мысырдағы Аманет пен Сеттің қанжары туралы аңызды айтып береді. Ол Аманеттің ежелгі құпияларға және тылсым күштерге ие екенін түсіндіреді, ал қанжардың қарғыс күші бар. Қанжардың тұтқасының үстінде хрусталь тас бар. Тас пен пышақ біріктіріліп Сетке физикалық күш береді. Хрусталь тас Европада жасырылғаны белгілі, оны христиандар ұрлап әкеткен. Ал хрусталь тас жақында табылған темпла қорығында деп сенеді. Бұл қарғыс тек белгілі бір мақсатты орындау арқылы ғана жойылады. Никті Вайлдың елесі мазалап шақыруын тоқтатпайды. Ник дәретханаға барып Вайлды айнадан көреді. Қайтыс болған Вайл Никке қарап, екеумізде қарғысқа ұшырадық деп сендіреді. Қарғысты жою үшін ер адам оны тірі қалдырған Аманеттің қалауын орындау керек дейді. Шошып кеткен Ник көшеге жүгіріп шығады, Дженни де оның артынан жүгіріп шығады. Ник қайтыс болған Вайлмен сөйлескенін айтады. Себебі ол Аманеттің тапсырмасын орындау үшін таңдалған адам деп санайды. Алайда Дженни Никтің сөзіне сенбей, оның сынаптан уланғанын, немесе ұшақтағы миы шайқалғаннан солай көрінгенін түсіндіреді. Және мұның барлығы жай миф екенін айтады. Оған Лондондағы жақсы дәрігерге баруды ұсынады. Бірақ Ник Аманеттің рухы оны шақырып тұрғандай сезініп, саркофагты табуға бел буады. Түнгі уақытта Ник пен Дженни ұшақтың құлаған жеріне барады. Қараусыз қалған ғимаратқа қарай беттейді. Олар бұл жерді зерттей бастайды, бірақ кенеттен абдырап қалған Ник Аманеттің жауынгерлері шабуыл жасайды. Жауынгерлердің арасында жүріп келе жатқан Аманет Никті байқап қалады. Ол Никті мұқият тексеріп, оны көне Сет құдайын бейнелеуге жарамды деп шешеді. Аманет кезінде үзілген рәсімді аяқтауды көздейді. Ол қанжарды алып Никтің денесіне көздегенде, қанжар бірнеше сантиметр қашықтықта қатып қалады, бірақ қанжардың қасиетті хрусталь тасы жоқ болғандықтан ол жұмыс істемеді. Осы сәтте Дженнидің келгені Аманеттің назарын аударады. Ник осы жағдайды пайдаланып қашып кетеді. Бірақ оның нөкерлері арттарынан қуып, оларды қайтаруға тырысады. Екеуі сыртта тұрған фургонға мініп, жолға қарай жүреді. Оларды Аманеттің жауынгерлері қуып жетіп, фургонды аударып жібереді. Ник оның келе жатқанын көреді. Сол уақытта құтқару тобы келіп, Аманетті гарпундармен атып тоқтатады. Олардың бірі Никті де ұстап алады. Лондонға келген Ник пен Дженни оларды дәрігер Джекилдің күтіп тұрғанын көреді. Ол аурудың қорқынышты түрін тоқтату үшін өзіне инъекция салды. Ол өз-өзіне келген соң, Ник пен Дженниді арнайы зертханаға кіргізеді. Ол жерде Аманетті байлаған ангарды көреді. Дженнидің дәрігер Джекилмен жұмыс істейтінін және оның тапсырмасы бойынша Никті Лондонға әкелгені белгілі болады. Джекил Мысыр ханшайымының Никке айтқан қарғысын жоюға қабілетті екенін айтады.
Осы уақытта темплийлер жерленген жерде археологтар Сет жүзінің хрусталь тастың жасырылған қабірін тапқанын айтады. Қазба жұмыстарына дәрігер Джекелде демеушілік болған. Ник Джекелмен бірге ішіп, оның Сет құдайы және адамзатты құтқару үшін қажет құрбан бұқтары туралы дәрістерін тыңдап тұр. Кенеттен Ник абдырап, не болып жатқанын түсінуге тырысады. Мына жақтан Джейми келіп, қанжарға тас салып, оны пышақтап тастаймыз ба? Дегенде дәрігер Джекел Дженнидің сөзін растайды. Оның жоспары Сетті Никтің денесіне енгізу керек екенін айтады. Бұл сөзге таң қалған Ник болып жатқан оқиғаның шындығына сене алмады. Дегенімен дәрігер оны адамзатты құтқару үшін құрбандық шалу екендігін түсіндіреді. Сол уақытта дәрігер дәрі-дәрмектің басқа түрін дайындауда. Өзін құрбан етуге дайын емес Ник дәрігерге басқа жоспар ойлап табуға көндіреді. Және оның инъекциясын алып қояды. Бірақ дәрігер Джекелдің басқа зұлымдықтың шығып жатқанын көреді. Ник инъекцияны дәрігерге қайта береді. Дженниге бұл жерден кетуін айтады. Ал өзі құбыжыққа айналған дәрігер Джекелмен қалып қояды. Ол оны лақтырып жібереді. Ал Дженни оны құтқару үшін оқ өтпейтін әйнекті сындыруға тырысады. Төбелестің қызған шағында Ник инъекцияны есі ауысқан дәрігер Джекелға салып үлгереді. Сол уақытта Дженни келеді. Хрусталь тасты білетінін айтады. Екеуі іздеуге кіріседі. Аманет бұғаудан босап үлгереді. Джекелдің адамдары Аманет бұғаудан босап шыққанын және хрусталь тасты жасыруын хабарлайды. Аманет қара күшті өзіне қайтару үшін күшті сиқыр жасайды. Ол Лондон көшелеріне шығып, қаланың қуатын өшіріп және бет пішінінде қорқынышты үлкен құм фигурасын жасап, мыңдаған адамдарды өлтіреді. Сол уақытта Никтің көзіне Вейл көрініп, хрусталь тастың қайда екенін айтып, бірге жер асты темір жол туннеліне барады. Осы уақытта Аманетте жер асты темір жолы қабіріне апаратын туннелде келе жатыр. Ол саркофагтардағы темплиярлардың өлі денелерін оятатын сиқыр жасайды. Темір жол жер астындағы археологтарды жойғаннан кейін Аманеттің адал қызметшілері есікті ашып, оны алдынан тізерлеп бастарын иеді. Ол хрусталь тасты тауып алып Сеттің қанжарына қайта біріктіреді. Жер асты темір жол туннелінде Дженни мен Никті өлі адамдар қуып келе жатыр. Кенеттен екеуі су басқан үңгірге түсіп кетеді. Судың бетіне шыққан соң Ник Дженниге бәрі жақсы болады деп сендіреді. Бірақ кенеттен Аманет пайда болып, Дженниді өзімен су астына тартып алып кетеді. Ник Дженниге көмектесу үшін олардың артынан су астына сүңгиді. Ол Дженниді көріп, оған жүзіп келе жатқанда, оның артынан Аманеттің қолбасшылары жүзіп келе жатыр. Ник Дженниді су бетіне шығарады. Сол уақытта Никті Аманеттің қолбасшылары ұстап алады. Ал Дженнидің жансыз денесі суда қалды. Дәл осы уақытта Аманет Никтің қасына жақында бөлген адамды тірілтетін құдай боласын, маған бағын деп ұсынады. Ник қарсылық көрсетіп, олардың арасында төбелес басталады. Ник Аманеттің қанжарын жұлып алып, өткір соққымен хрусталь тасты сындырмақшы болады. Бірақ Аманет оны тоқтатады. Никке қарап, сен тән құдайы бола аласың, қанжарды бер дейді. Өмір мен өлімнің үстінде тұрған Ник Дженнидің жансыз денесіне қарап, оны тірілтуді ойлайды. Ол азапты шешім қабылдап, қанжарды өзінің ішіне тығып алады. Қанжар тұтқасындағы хрусталь тас сөніп, Никтің екі көзінен бірнеше қарашықтар пайда болды. Сет аяғынан тұрып, Аманет ханшайымға қарай бет алады. Ерік жігердің арқасында Ник Аманеттің қараңғы жағын басып үлгереді. Оған адамгершілікке жатпайтын күшін айтады. Ник өзінің жаңа күшін пайдаланып, зұлым ханшайымды сорып, оны қайтадан кептірілген мумияға айналдырды. Осыдан кейін Ник құдайлық күшін тағы да қолданып, Дженниді тірілтеді. Олар бірге болу мүмкін еместігін түсінсе де, Ник оны іздеп табуға уәде береді. Осылайша олар қоштасады, бірақ бір күні қайтадан жолығатынына сеніммен айтады. Бұрынғы сержанттарды дәрігер Джекел және Вейл өмірге қайта оралды. Штырман оқиғалар үшін шөл даланы зерттеп жатыр. Олар тікелей Мысыр пирамидаларына қарай бет алды. Ник өзінің жақындарын тірілту үшін өзінің тағдырын құрбан етті. Ол дұрыс әрекет жасады деп ойлайсыз ба? Кино шоуы ұнаса, қолдау білдіріп, лүпіл басуды ұмытпаңыз. Және фильмнің мағынасын қалай түсінгеніңізді пікірге жаза кетіңіз. Сіздің пікірлеріңіз біз үшін маңызды.